Сәлем достар. Мен бүгін блин пісірғалы жатырмын. Оған керекті зат менде 2 жұмыртқа, жарты кішкентай қасықпен тұз, үлкен ас қасықпен қант, литр сүт, 0,5 литр молока дейміз, ұн 1,5 стакан, 200 грамдық, және жарты кішкене қасықпен чайный ложка дейміз сода. Ванилин қосамын. Егерде қосқыларыңыз келмесе, қоспай қоюға болады. Мен өзім қосқанды ұнатамын, дәмі өте жақсы болады. Ванилин және растительный масло, күнбағыс майы, одан біз 2 ас қасық қосамыз. Ал енді бастайық. Ең бірінші бізге 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Менде алдын ала жуылған 2 жұмыртқа. Сонда деп бастайық. 2 жұмыртқа. Жарып алдық. Енді оған біз тұзымызды саламыз. Араластырамыз. Егерде винчик болса, винчикпен де араластыруға болады. Мен блендермен араластырамын. Енді қантымызды қосамыз. Енді келесі сүтті қосамыз. Сүттің тек жартысын ғана қосамыз. Не жартысын қосамыз, ұнымызды қосамыз. Енді бүйтіп жауып аламын. Өйткені ұным шашырамайды жан-жаққа. Өте ыңғайлы. Ал мен бүйтіп араластырып аласыздар. Енді сонда қосып. Мен араластырдым, толықтай араластырдым. Енді ешқандай комок, ешқандай ештеңе қалмады. Бәрі жақсы араласты. Енді қалған сүтімізді қосамыз. Бәрі, мына жердегі заттардың бәрі комнатный температура дейміз ғой, сондай да болу керек, жылы болу керек. Суық күйінде қоспайсыздар ешқайсысын. Мен ванилинді қосамын. Содамды қосамын. Растительное масло дейміз, күнбағыс майы. Барлығын араластырамыз. Ожаумен қазір құямыз. Мен осындай болды. Өте күшті болып шығады. 20 минутқа қойып қоясыздар. Уже өз-өзіне қалпына келіп алды. Бір комок жоқ. Табамызға май жағып аламыз. Басында жағамыз, одан кейін жақпаймыз. Табаны қатты қыздырып алыңыздар. Тым толтырмайсыздар, толтырсаңыздар өте қалың болып кетеді. Енді басында блинлардың бәрі осындай шығады. Әдемі, мен кесіп болып. Ақырын-ақырын енді ондай шеттері бәрі сарғайып пісқаннан кейін аударамыз. Бір дегенде өте әдемі шығады. Сүтке мен жарты сүтке кішкене су қосып жібердім. Жылырақ бап су қостым. Өйткені осындай әдемі тесік жұмсақ болып шығады бұлар. Достар, менің блинім дайын болды. Өте жұмсақ, көріп тұрғандарыңыздай. Өте жұмсақ болды, өте әдемі болып шықты. Бір неден өзі бір порциядан 22, 23, 24 сондай шығады. Өте бәрі күшті болып шықты. Жасасаңыздар болады, рецептін қалдырып кетемін.